Армысың қызық. Әруақ бар. Әруақ бар. Әруақ өмірде бар. Ол материальный зат. Материальный, Құдайдың жаратқан әлемі. Бәрі өлгенде, мына тұрған ағза түгелімен быт-шыт шығып кеткен кезде, сол ғана тірі қалады. Өзінің ұрпағын өзі тастап кетіп, өмірге қайтып оралады. Ақпараттар әлемі қалып қалды. Кейбіреулер менен сұрайды, бала шаға жоқ болатын болса, сол қайдан өмірге қайтып келеді дейді. Айтайын, өткен өмірдегі балаларыңнан қайтып келесің. Өткен өмірдегі, оның алдындағы өмірдегі болған бала шағаңнан қайтып келесің. Сол бала шағаңменен қайтып келіп, ақпараттар әлемі кездесіп қалып, жаман ұрпақты бұзбас үшін қазақ еркегіне 50 үйден, қызына 40 үйден тыйым сала. Өз әкеңнің, өз анаңның, өз қарындасыңның, өз бауырларыңның жанына жақын жатып, ұрпақ алып келмеді екен. Сондықтан әлемде теңдесі жоқ, шежіре деген ол кітапты қолын ұстап отыр. Қазақ деген ұлт. Ол туралы да әңгімені енді бастаймыз.